Ассалаумалейкум, құрметті миллионерлер, сіздермен бірге мен Зейхунбет. Бүгін мен өте қысқа Kiwi верификация жайлы ақпарат беретін боламын. Сол себепті видеоға лайк басамыз, подписка жасаймыз және колокольчиктеріңізді басуды ұмытпаңыздар. Ал біз бастаймыз. Сонымен достар, егер білмеген болсаңыздар, менде Kiwi верификация жасайтын 3 оқырманым бар. Бұл оқырмандардың тізімі менде Telegram каналымның закрепленный бөлімінде тұр. Мына жерде көріп отырсаңыздар, бізде қызмет көрсету ақылы. Мына жақта 1, 2, 3 деген оқырманым бар. Осы 3 оқырманға сіздер Kiwi верификация жағынан проблема болып жатса, то есть верификация жасауы білмей жатсаңыздар, немесе рублевый шотқа активация керек болатын болса, осы 3 оқырманымның біреуіне жазып, ақылы жасатсаңыздар болады. Соңғы кезде маған Kiwi жайлы кодымда сұрақ қойып жатыр. Kiwi істей ма, Қазақстанда істемей ма деген секілді. Достар, қазір уақытта барлығы жақсы істеп тұр. Kiwiдің Қазақстанға ешқандай бір қатысы жоқ, то есть бір кері әсері жоқ. Қазақстан мен Россия арасында әлі де қарым-қатынас жақсы болып тұр. Соған орай Kiwi Қазақстанда жақсы істеп тұр. Без проблем, сіздер Kiwi верификация өтсеңіздер болады. Әрине қосымша сұрақтарды осы оқырмандарыма қойып, сол жақтан алсаңыздар болады. Telegram арнамның закрепленный бөлімін табасыздар. Мына бізде ең жоғарында ақпарат деген ордасы бар, ақпарат ордасы. То есть Telegramға сіздер кіресіздер, подписка жасайсыздар. Подписка жасағаннан кейін барып, сіздерде ақпарат ордасы бір 4-5 секундтан кейін ашылады. Содан кейін барып осының үстінен басасыздар да, осы жерден сәл төмен түссеңіздер, қызмет көрсету ақылы деген бар. Сол жақтан осы 3 оқырманға жазсаңыздар болады. Онымен қоса осы Kiwi верификация жайлы отзывтарды оқиын десеңіздер, то жасатпай тұрып біраз ақпарат іздеп қарап шығам десеңіздер, онда без проблем мен YouTube видеома кіріп, осы жақта менде Kiwi верификация деген видео бар. Бұл видео мен екінші видеом, осының алдында тағы бір видео бар, оны өзіңіз тауып аласыздар керек болса. Осы видеоға кіресіздер, сосын барып жақтан қазір паузаға қоя салайын. И мынау жақтан сіздер комментарийдің толыққанды оқып шықсаңыздар болады. Қаншама адам жасатты, барлығына адал, алдамсыз барлығын жасап шықты. Сол себепті жақтан отзывтарды қарап шықсаңыздар болады. Сосын барып достар, сізге верификация жасап болғаннан кейін өздеріңіздің отзывтарын тоже қалдырыңыздар. Бұл өте маңызды. Біріншіден әрине видеоның дамуына көмектеседі, екіншіден адамдардың алданбауына көмектеседі, үшіншіден өздеріңіздің бір жақсы отзывтарды қалдырсаңыздар, маған да, менің оқырмандарыма да, сізге де барлығына жақсы. Сол себепті осында сізге қысқаша ақпарат. Kiwi верификация Қазақстанда істеп тұр. Без проблем верификация өтсеңіздер болады. Өздеріңіз өтсеңіздер болады, бірақ мен өздеріңіз қалай өту керектігін мен білмеймін. Себебі оқырмандарым өздері бұл мен уже айналып жүргеніне 1 жылдан асты. Сол себепті олар өздері опыттары бар, қалай жасау керектігін біледі. Солай сіздерге ақылы жасап береді. Алдағы уақытта қызықты видеолар көп болады. Сол себепті достар, видеоға лайк басамыз, комментарий жазамыз. Сіздермен болған мен Зейхунбет. Келесі жүздескенше сау сәлеметте болайық. Барлығымызға табыс күндеріміз көп болсын. Чики-пау.